Енді әйеліне қол көтергендер жауапсыз қалмайды. Елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша жауапкершілік күшейді дедік. Ішкі істер министрлігі осы мәселелермен күресу үшін мамандандырылған арнайы бөлімше құрды. Соңғы 6 айда тұрмыстық жанжал туралы 50 мыңнан астам өтініш түскен. Оның 64%-ына әкімшілік іс қозғалды. Қамауға алынғандардың саны 2 есе өсіп 13 мыңға жеткен. Сотта 27 мыңнан астам отбасы татуласты. Дегенмен, судьяның алдына барғандар зардап шегушімен бір-ақ рет татуласу құқына ие. Айтылған мәселелерге қатысты кеңес немесе қолдау қажет болса 111 және 150 жедел желісіне кез келген уақытта хабарласуға болады. Өңірлерде өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларды анықтау бойынша мобильді топтар құрылды. Учаскелік инспекторлар 150 мың отбасын аралап, мемлекеттің көмегіне мұқтаж 500-ден астам отбасы анықталды. Құқық бұзушының мінез құлқына қойылатын ерекше талаптар шеңберінде сот агрессорды тұрғын үйден уақытша шығару құқығы берілетін болады. Сонымен қатар, оған әлеуметтік бейімделу орталықтарында өз іс-әрекеттерін уақытша қарастыру ұсынылады.